Сәлеметсіздер ме оқушылар? Видеоға лайк басып, коммент жазып, каналға тіркеліп кеттіңіздер. Видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Достарыңыз да өздеріңіз де осы тақырыпты түсініп алуға тырысыңыздар. 8 сынып физика Закирова кітабынан 32 жаттығуды орындайтын боламыз. Жинағыш линзаның оптикалық күші плюс 1/5 диоптрия, ал шашыратқыш линзаның оптикалық күші минус 2 диоптрия. Линзалардың фокустық қашықтығын анықтаңдар дейді. Жалпы бізде оптикалық күш ол 1 бөлінген фокустық қашықтық болады. Мына жердегі f фокустық қашықтық. F-ті табу үшін 1 бөлінген d дейміз. Сонда f1 1 бөлінген d1 болады. 1-ді бөлемін 1/5-ке, ол менде болады 0,67 метр болады. Ал енді f2-ні табатын болсақ, ол 1 бөлінген d2 болады. 1-ді бөлемін минус 2-ке, ол минус 0,5 метр болады. Келесі. Балауыз жинағыш линзадан 12,5 см қашықта орналасқан, оның оптикалық күші 10 диоптрия. Кескін линзадан қандай қашықта алынады және ол қандай болады? Сәулелерді салу арқылы кескін алыңдар. Мен алдын ала сәулесін салып қойдым. Жалпы бұл жерде фокусты қашықтығын анықтайтын болсақ, ол 1 бөлінген d болады. Жаңа айттық. 1-ді бөлем сонда 10-ға. Менде фокусты қашықтығым 0,1 метр болады деген сөз мына жерде. Енді қараңыздар. Бізде дене бірақ 12,5 см қашықта орналасқан, ол где-то мына жер. Сонда f пен 2f-тің арасында орналасқан. Ол кезде бізде көріп тұрсыздар, кескін қандай болады? Егер кескін төңкерілген болады, себебі төңкеріліп тұр. Кескініміз бізде шын болады. Ал және де көріп тұрсыздар, кескін үлкейген болады. Жалпы төңкерілген мен шын екеуі бірге жүреді. Ал енді бізге кішкентай f-ті табу керек. Ол үшін 1 бөлінген f тең болады 1f қосылған 1d деген формуланы пайдаланамыз. Осы жерден 1 бөлінген f тең болады 1f азайтылған 1d болады. Бізде 1f деп отқанымыз ол 0,1 азайтылған 1 бөлінген 12,5 деп отқанымыз 0,125 болады. Біздегі енді екеуіне ортақ бөлім 0,125. Мына жер бізде 1,25 болады. Мына жерде 1-ден жетеді. 1,25-тен 1-ді азайтсақ 0,25 болады. Сондағы біздегі f деп отқанымыз ол 0,125 бөлінген 0,25. Бұл тең болады 0,5 метр болады екен. Бұл біздегі f қашықтығымыз. Кеттік келесі есеп. Қажетті салаларды жасап, жарқырайтын S нүктесінің шашыратқыш линзадағы кескіннің орнын табыңдар. Мұндағы f линзаның фокустық қашықтығы дейді. Енді жалпы бізде шашыратқыш линза өзі атайып тұр. Бұған түскен сәуле шашырайды. Енді қараңыздар, ең бірінші бізде бірінші сәуле шашыратқыш линзаға қарай тіке жүреді. Міне. Ол шашыратқыш линзаға жетті, одан кейін бұл былай шашырайды. Міне мына 2f фокусты былай мынамен қиылыстырайық линзамен, сонда осылай шашырайды екен. Бұл сәуле осылай шашырайды. Ал енді біз білеміз, екінші сәуле всегда центр арқылы кетеді, линзаның центрі арқылы. Міне екінші сәуленің бағыты сонда былай болады. Сонда бізде екеуін қиылысқан жерінде мынау S деген нүктенің бізде кескіні пайда болады. Мен оны S' деп қоямын. Мынау қара, осы S нүктенің бізде кескіні. Орын тапты қай жерде болатын. Келесі. Фокустары 10 см және 20 см болатын екі жинағыш линзадан және оптикалық күші d-3 диоптрия болатын шашыратқыш линзадан тұратын линзалар жүйесінің оптикалық күшін табыңдар. Жалпы бұл жерде оңай. d тең болады d1 қосылған d2 қосылған d болады. Бұл жердегі d1 деп отқанымыз 1 бөлінген f1. Бұл деген сөз 1-ді 0,1-ге бөлетін болсам, ол менде 10 болады. Ал енді d2 деп отқанымыз 1 бөлінген 0,2. Бұл деген сөз 5 болады. Сонда біздегі d дегенді табу үшін 10 қосылған 5 қосылған минус 3 болады. 15-тен 3-ті азайтатын болсаңдар 12 диоптрия болады. Кеттік келесі. Фокустық қашықтығы 20 см болатын линзаның көмегімен экранда линзадан 1 метр қашықта орналасқан заттың кескіні алынған. Зат линзадан қандай қашықта орналасқан, оның кескіні қандай болады дейді.
Жалпы бұл жерде бізде главный линза деген, жалпы бұл жерде мына форма қолдансақ болады. 1F қосылған 1D деген формуланы. Енді бұл жердегі 1D деген табу үшін сендерде 1F азайтылған 1 бөлінген кішкентай f болады. Бұл жердегі 1F деп отқанымыз 0,2 азайтылған 1 бөлінген кішкентай f деп отқанымыз 1-ге тең болады. Ортақ бөлім сол баяғы 0,2, мынаға 0,2-ден тиеді. 1-ден 0,2-ні азайтсаңдар 0,8 болады. Енді сонда d деген қашықтығымыз бізде 0,2 бөлу 0,8 аударылып түседі. Қысқартатын болсаңдар 4, мына жерде 1 болады. d деп отқанымыз 0,25 метр болады. Ал енді оның кескіні қандай болады деген, бізде оны қалай табамыз? Ең бірінші нәрсе h бөлінген h тең болады f бөлінген d деген линзаның үлкейтуінің формуласы бар. Енді бізде h бөлінген h f-ті d-ға қатынасын табайық. f деп отқанымыз 1-ге тең, бөлеміз 0,25-ке. Бұл бізде 4 болады. Енді қараңыздар, бұл деген нені білдіреді? Сонда h тең болады 4 көбейтілген h-ға. Бұл бізде мынау үлкен h, бұл кескіннің биіктігі. Кішкентай h дененің өзінің биіктігі. Бұл кезде біздегі кескініміз, значит, үлкейтілген болады. Үлкейтілген шын және де төңкерілген болады. Осымен видео сабақ аяқталды. Видео сабақ ұнаса каналға тіркел, лайк бас, все қоңырау басып қой. Видео сабақ достарыңа тарат.